Сәлем. Шешін төрлет. Ой, ондай мағынада емес. Шешін дедің ғой? Мына видеоны қараш, жарыласың. Жарыласың? Бомба бар ма не мына жерде? Жоқ, күлкіден өлесің деймін, қарашы. Өлесің? Мен жаспын, мен өлім келмейді. Әй, күлесің деп жатырмын. Қош болды. Сөйтпейсің ба? Давай оданша тамақ түріп алайық. А не үшін тамақ тұрамыз, оның не жазығы бар оның? Жейікші деймін. Поварлардың қолы алтын. Құлай ше? Қол алтын болса қатты болады ғой, тамақ істей алмайды ғой. Қуасың я сені? Мен күн ысып кетті я? Я, ол менің горячилығым ғой, ыстып тұрған. Сен ыстып жүрсің бе? Сен білесің бе, біздің үйде кондер жоқ. Ыстықта қандай қиын екенін, менің әжемнің давлениесі бар, соны неге ойламайсың? Менің мысығым өліп қалды ыстықтан, сен кінәлісің бәріне. Обязательно ысыту керек я күнді. Өзінің горячилығымен я, мен полицияға звондап, дереу суыт даланы. Қош болды, немене бәле? Барлығын прямой түсінесің бе, прикол түсінбейсің бе сен? Қош болды, миымды ашытпашы. Миың тамақ емес қой, ашып кететін. Басымды қатырмаш. Сізді басы жұмсақ па не? Туй, миым жемеші. В смысле мен ми жемеймін, мен каннибал емеспін, мен пицца жеймін. Кешіріңіз, маған переводчик болып беріңізші. Переводчик? Еркектердің тілінен әйелдердің тіліне аударып беріңізші. Қазір мен күйеуім келді, соңғы кезде оны вообще түсінбей жүрмін. Жарайды. Дизайнды өлтіріп мына жер, я? Жан, менің скоро туған күнім келе жатыр ғой, сен маған айфон алып бересің бе? Көреміз, я? Ол сізге алып бере алмайды айфон, оның ақшасы жоқ. Үміттенбей-ақ қой деп айтқысы келіп тұр. Кеттік. Аха. Менің подругам Сәуле бар ғой, сол күйеуі екеуі Мальдивқа бара жатыр екен. Біз де осы жазда барайықшы, Жан. Көреміз, я? Ол сізге қайдағы Мальдив? Ары кетсе Алакөлге барамыз, ақша жоқ кезде сен деп болмады ғой деп айтқысы келіп тұр. Тамақтар дәмді, я? Еще аты да мощный екен, я? Абадан алаш деген. Абадан деген нені білдіреді? Абадан деп қазақтар көш бастайтын ең мықты қасқырларды айтады. Жан, көңіл күйің жоқ қой? Жай, еш нәрсе, бәрі жақсы. Ол кісі сізге просто барлығын уайымдап шаршап кеттім. Бала шағамды, ата-анамды, отбасымды қалай асыраймын, қалай аяққа тұрам. Құрдастарым барлығы көтеріліп кетті, ал мен әлі бір орында тұрған сияқтымын. Еще қарыздарым, кредиттарым, ипотекаларым барлығы қысылады, ақша жетпей жатыр. Еще сен де болмадың ғой, айфон, Мальдив деп. Кейде осының барлығын ойлап түнде саған білдіртпей жылап алатыным бар. Бірақ өзіме айтам, көтеріп әне басымды. Ер жігітті басына не келіп, не кетпейді деп сізге айтқысы келіп тұр. Жан! Ау? Сонымен айфонды алып бересің ба, алып бермейсің ба? Сәлем, тезі танысы салайықшы, мен 20 минут уақытым бар, сабағым басталады. Сен мұғалімсің ба? Иә, мен мұғаліммін. Өзің туралы айта бер. Менің есімім Арман, мен фрилансермін. Естіп жатсың? Мен балалардың дәптері ғой, мен тез тексеріп салайыншы, сен айта бер, мен сені тыңдап отырмын. Мен 18 жасынан бері хайхилсқа қатысам. Туф, неменеге қайта-қайта бір қателікті қайталай береді мынау? Дастан 2. Бәрі нормальный ма? Кешір, мән бермеші. Сол бос уақытында бачата билеген жақсы көр. Сабинаның мамасы, мен білмеймін оның кроссовкасы қайда екенін. Өзі ие болып жүрмей ма? Ата-аналар ғой осылай маза бермейді жазып. Ренжімеші, ары қарай жалғастыра берші. Сосын бос уақытымда квадробингпен айналысып. Тоқташ, мен саған как раз айтайын деп едім. Мынау сенің маған жазған сообщениең, сәлем деген кезде әрпі жазылады. Одан кейін қалқалай емес, қалың қалай деп бөлек жазылады. Және де сұрақ белгісі қайда? Болама сосын ма деген демеші шыла бөлек жазылады деп мен саған неше рет айтам. Болды саған 2. Мынау қайта мен директорға шақырам. Ой, кешірші, менде бұл профессиональная привычка. Тоқташы, мұғаліммен кездескен бір түрлі екен, мен кететін сияқтымын. Иә, кете бер. Онсыз да мұғалімдерді жеке өмірге мүлде уақыт жоқ. Еще қазиға барып, қымызды презентация слайд көрнекіліктер жасау керекпін. Бос уақыт деген не? Бос уақыт деген бұл жұмыстан тыс іштегі істемейтін уақытың ғой? Мәссаған, енді мен сол сайтты қолданатын болам. Ойдай, перерыв бітті, мен онда кеттім, я? Сондай ужасный күн болды. Не болды? Джакузиім істемей қалды үйдегі. Обычный бассейнға түсуге тура келді. Еще домработница да бүгін выходной, менің сүйікті стейктарым дайындаған жоқ. Қарным ашып тұр менің. Ой, қош, сен жыламашы, сен бай мажориксің ғой. Менің өмірім оңай ма? Мен всегда осылай бай болды деп ойлайсың ба? Мен бала кезімде семечки продавал на улице. 1 сағат саттым, ешкім алмады. Потом папа маған семечки завод сатып алып берді. Бірақ 1 сағат қиналдым мен. Всегда бізде ақша көп болды деп ойлайсың ба? Айына папам даже $1 миллион таппайтын кезі де болған. Жарайды, қойшы, тамақ ішейікші. Мә саған жас донор соңғы кезде осыны ғана жеп жүрмін. Менің водителем ғой. Пробкада тұрмасын деп ведолетпен келген ғой. Ну пока. Увидимся. Сен өзің қай жылғы боласың? 2008.
2008? Телефонда қанша процент зарядка бар? 67. Жоқ, керек емес, айтпашы. Пожалуйста, айтпашы. 87, иә. Жүрме қойшы, керек емес. Түсіреміз. Кеттік. Мен сен сияқты жас емеспін ғой, түсірмей қойшы, белімде грыжа бар менің. Жүрме, сен қайда бару керек екенін білем. Біз қайдамыз? Жүр, кеттік, менің апатам ылғи осы деймден. Жан, сен сүйікті түсің қандай? Сары. Сары? Менің подругам Камиланың сүйікті түсі сары, а менікі көк. Значит, екеулерінің араларында бірдеңе бар, я? Я вам не мешаю? Типа адамда шегі жоқ, шегі бар деп ойлайсың ба? Қазір осы мен Не деп жатыр? видеозапись жазып жатырмын. И осы Танысып қой, бұл менің братишкам. Отыра тұрыңдар, я, қас келем. Иә. Қай жылғы боласың? Ей, Жиздуха, қай жылғы боласың деймін. Воу, сен сөйлей аласың ба не? Когда надо, сөйлей алам. Менің сестраммен не мақсатта жүріп жүрсің? Что-то жаман ойың бар сияқты сенің. Не ғой, сен сөйлей алсаң, сенің сестраңа қандай гүл ұнайды, соны айтшы маған. Сондай құнды ақпараттарды мен саған тегін береді екем, я? Жастар шустрысыңдар есіңдер, а? Мә, кезегің атынан. Оның жақсы көретін гүлі пион. Соны сыйласаң болады. Ал ең сүйікті тамағы қандай? Сүйікті тамағы? Есіме түспей тұр чота. 10 мың бердім ғой мен саған. Мә, алшы, жадны екенсің, мә. Ал, оның сүйікті тамағы жас донердің донерлары. Соны смело алып берсең болады. Алдым. Не істеп жатсыңдар? Жас донор? Бұл саған. Мә, мен осыны жақсы көретінді қайдан білдің? Мен сен туралы барлығы білем ғой. Рахмет, Жан. Брачкан күшті әңгімелер айтады екен. Әңгімелер? Құма сол кішкентай ғой? Жай іштек емес. Әй бала, не отырсың? Үйдің бәрін жинап болды, шаңды барлығын сүрт. Дедім, аузымды жалайтсыға тұсығандарға өткіз жіберем. Үніңді шығарма, осыдан даусын шығар, таяқ жейсің. Алло, Жан, қалайсың? Неме өтірік майысып тұрсын? Не өтірік күліп тұрсын? Деп күлуші едің ғой. Мен сол бүгін күнні бойы үйге генеральный уборка жасап шаршап отырмын. Өтірік айтпа, үйді мен жинағам, жезде өтірік айтып жатыр. Мырза, менің қарным ашты. Маған да бір жас донер. Келді, рахмет. Дәмді екен, Жан. Неге бөліспейсің? Мамаға айтам саған жігітімге сөйлесіп жатыр деп. Пока. Ей, сен бала, неге мен сөйлескен кезде мешать етесің? Сәлем. Үстіңе неге бағансың? Мен осы Майсатада официантпын ғой. 20 минут перерывқа шыққам. Давай тез танысайық. Менің есімім Айжан, мен сол офиста жұмыс жасаймын. Кешір, мен коллегаларым үлгермей жатыр, көмектескем ғой. Айта бер, тыңдап тұрмын. Жеген кайф қой. Обычно біз тасыған кезде есін ескеріп қана жүреміз ғой. Шынымен дәмді екен. Мен жасым сол 26-та, осы Алматыда тұрам. Неге сүріп жатсың? Свиданияда отырсың ғой сен. Кешір, дұрыс түсінбей қапты да. Азамат, дұрыстап сүртпейсің ба ана 18-ші столда? Сонымен финансист болып жұмыс істеймін, таң атысы, кештің батысы. Басқа ешқандай да жаңалық жоқ. Той өзің не істеп отырсың? Профессиональный привычка ғой, кешір. Мұқеттің ғой свиданияда кемді, жұмыстамын деп тұр ғой. Тугиста Майсатода официант Арман мықты жұмыс етіп жазыласың ба? 30 факт жазсашы. Жарайды, қалдырам. Рахмет. Ой, соны төкпей, шашпай ішуге болмай ма? Бағана ғана сүртіп тазалап қойғанбыз. Қазір қанша официанттарға болсын тазалайды. Немене қолын қисық па или аузын тесік па, а? Просто шашпай тамақ ішу. Қиын ба соғысама? байқамай қалдым ғой. Профессиональный привычка. Шындегін айтып жүрдім. Той өзі, немене бәле официантпен кездесу болмайды екен. Кетті мен, давай. Тоқта. Чаевой бермейсің ба сонда? Танысып қой, бұл менің братишкам Рамазан. Сәлем. Сөйлесе беріңдер, мен қас келем. Рамазан, иә? Рамазан кеше ағаң түнде қайда болды? ол үйде ұйықтап жатты. Былайшы. Балалармен компқа барды. Татағаң сенің Айка деген қызға подписан. Ол кім? Ол біздің туыс қой, туысқанымыз. Былайшы. Ол оның негізі бывшая. Ағам апасы, негізі апасы. Ал Рамазан сенің ағаң негізі пысық па?
ой, қолынан келмейтін жоқ. Өзі пысық, өзі аспаз, әрі шебер, бүкіл үйді бұзып қайта салады. Былайшы. Негізі қолынан боқта келмейді. Бөтабай инвалид қой таза. Скоро менің туған күнім, ағың маған не сылайын деп жатыр? Білмеймін, маған айтқан жоқ, сюрприз деді. Негізі ағам сіздің туған күніңізге iPhone 17 Pro Max алған. Бұған ақшаны қайдан тапқан? Қайдағы? Рассрочка алған ғой. Болды, тақ қойна айфонды. Танысыңдар ма? Я, күшті таныстық, жүр, кеттік. Постоянно жұмыс істейсің, бір күн үйде демалшы Құдай үшін. Все, қаршы, бүгін демалам. Не істеп жатсың? Мен үйден донерден ашқанға қазір бір клиент жыртсайын, я? Все, енді боспын. Үйден клиника ашқанға қазір бір пациент жыртсайын, я? Күте тұр, жаным. Все, болды, босадым. Жан, мен адамы мастер маникюр болып жүрген ғой, 2-ақ сасақ қалып кетір, я? Наготочек в лампу. Все, жан, босадым. Жігіттер, кіргізе беріңдер. Бұның бәрі не үшін? Мен өзіме продуктовый магазин ашайын деген ғой, соның заттары ғой. Қалай магазин, сен бірақ базарға барып закуп жасамадың ғой? Қазір бұрындағыдай базарға барып, очередте тұрып, шәршәп закуп жасамайсың. Жан, сен сондай пысықсың, молодец. Жақша, мен таксовать еткеніне 5 минут отыра тұр, қазір келем, ақша табу керек. Қара, менде 30 000 теңге бар. Оған гүл алған дұрыс па? Немесе бір аптаға продукты алған дұрыс па үйге? Конечно же, гүл. Маған романтика керек. Сен дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Ары қарай кеттік. Қараш, мысалы, брендовый көйлек торговый центрда 50 000 теңге тұрады. Тура сондай көйлек базарда 5 000 теңге тұрады. Қайсысын алған дұрыс? Конечно же, брендовый базардық онша емес қой. Онда неге мынаны бір-ақ рет қана киесің сен? Енді мен Инстаграмға бір рет салып тастасам, оның барлығы көріп тұрады ғой, екінші рет кие алмаймын. Қара, сен тісіңді жуып жатсың. Кранды өстіп өшіріп қойған дұрыс па? Әлде суды ағызып, счетчикті айландырып, ақшаны ауаға құртып, суды ауаға құртып, табиғатты ластаған дұрыс па? Маған қосып жуған комфортно. Сен экономдау деген кішкене дұрыс түсінбей тұрған сияқтысың. Мына өте маңызды. Үйде тамақ істеген арзан. Сырттан доставкамен тамақ заказ берген қымбат. Қалай тұр? Қара, метро мен автобус 120 теңге тұрады. Такси 300 теңге тұрады кем дегенде. Кейде мыналармен тезірек жетесің. Қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Конечно же, таксимен. Сен вообще түсінбей тұрсың ғой. Мына түрімізбен біз қалай экономдаймыз, айтшы. Жан, мен қалай экономдау керек екенін білем. Саған просто көбірек ақша табу керек.